Барлықтарыңызға сәлем қыздар, сіздермен Сағыныш. Бүгін шоколадный сметаниктің рецептімен бөлісетін боламын. Рамазан айы құтты болсын. Ауызашарға, дастарханға өте жұмсақ, дәмді осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды және бөлме температурасындағы сары майды салып, венчикпен араластырамыз. Үстіне қант ұнтағын салып, тағы да араластырамыз. Ұнның жартысын саламыз және қопсытқыш салып, жақсылап илейміз. Енді ұнның қалған бөлігін салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа салмасы дайын болғанша салып қоямыз. Енді сары май мен шоколадымызды су буында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Енді салмасын дайындауға кірісеміз. Қанттың үстіне жұмыртқаны салып, тағы да венчикпен араластырамыз. Енді еріген шоколадты массамызды үстіне құйып, тағы да араластырамыз. Осы кезде қаймағымызды қосып, тағы да араластырамыз. Массаның үстіне какао ұнтағын қосып, тағы да араластырамыз. Салмасы дайын. 26 диаметрлі формамызға тоңазытқыштан қамырымызды алып, қолымызбен жайып шығамыз. Барлығы біркелкі болу керек. Салмасын құйып, тегістейміз. Пирогымызды алдын ала қыздырылған пеште 190 градуста жиегі қызарғанша 40 минут пісіріп аламыз. Әдеттегідей пешіңіздің температурасын өзінің қызу градусына қарай қоясыздар. Ауызда еритін өте жұмсақ, дәмді шоколадты сметаникіміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, достар. Каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, каналды достарыңызбен бөлісіп, қоңыраушаны басып және пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін.